Сәлем достар, домалақ бастар. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бізді қолдап, біздің видеоларды көріп жатқандарыңызға айрықша алғыс айтамыз. Біріншіден, біздің бұл семьялық влог каналымыз. Күнделікті тұрмыз, не істеп жатқанымызды соны көрсетеміз. Қазақстандағы қарапайым отбасы, үлкен жанұя. Қарап отырсақ, ютубта ондай аз екен. Сосын біз бірінші деп айтпаймыз, енді бастапқыларының бірі болып сүректеп шештік. Бізде одан да сырт бұрында информация беретін, тағам дайындайтын денсаулық туралы каналдарымыз болған. Оны да көріңіздер, қазақшаны қолдап, осы влог каналымызға да жазылыңыздар. Біз осы ауылға, қазіргі мынау Шамалған ауылы, Шқоңыр деп айтады. Қазір сол ауылға келгенімізге почти 2 жыл болып қалды. Бұрын Алматы қаласында тұрғанбыз. Басында Тастақта тұрдық. Одан кейін Алмагүл микрорайонында тұрдық. Бізді білетін кісілер болса. Сосын о жақта ауа райы, білесіздер, Алматының ауа райы тым қолайсыз. Балаларда тым аурата береді, өзімізде тым аураймыз, аллергияны ұстайды. Көптеген факторлар бар. Ең бастысы менің ойымша, бұл өмірде адам денсаулығы, адам өз денсаулығын қорғау керек. Басқасының бәрін қазір интернет бар, дамыған заман. Қай жерге басқасының бәрін адам талпыныс болса алады деп ойлаймын. Әрине қала өмірі қызық. Бірақ қаланың қарбалас өмірі, уақыттың қалай өткенін білмейсің. Бұрындары біз өміріміздің қалай өткенін былай сипаттауға болады енді. Бұрында біз қалада тұрамыз, бірақ ұйқымыз қанбайды. Бір кислород жетпейді миға. Бір тұншығып тұрасың. Енді қаланың жоғары жағы Алмагүлде де тұрып көрдік, төмен жағы Ақкент микрорайонында да тұрып көрдік. Барлығында тұрып көрдік. Бірақ әйтеуір бір нәрсе жетпейді. Ауа жетпейді. Сосын біз 2016 жылы осы Шамалған ауылынан бір 20 соткада жер алып қойғанбыз. Сосын соған үй салып, қаланың шетінде тұруға шештік. Бірақ ең бастысы қаладан Алматыға қатынап тұру үшін өз көлігің болу керек. Әрине бізде көлігіміз жеткілікті, 2 көлік бар семьямызда. Әйелімде және менде. Өйткені балаларды мектепке апару керек, қалаға барып келетін жұмыстар болады. Енді көлік құралы өте маңызды. Бұл каналды не үшін ашып жатыр? Бұл канал бұрынғы каналды неге жүргізбейсіздер деген сияқты сұрақтар да келіп жатыр қазақ тілінде. Біз енді бұл каналды таза қазақ тілінде жүргізетін боламыз, влог форматында жүргізетін боламыз. Қарапайым қазақ елінің тұрғыны ретінде жүргізетін боламыз. Ешқандай бір мақтанушылық емес. Содан екіншіден біздің анау каналымызға, YouTube каналымызға сұрақтар келіп жатыр. Қайда тұрып жатсыздар? Қандай өмір қандай? Мысалы Алматының сондай. Біздер бұрын Алматының ішінде тұрғанбыз. Қазір Алматының шетінде ауылда тұрып жатырмыз. Городской тип ауылымыз. Сондай шағын елді мекенде тұрып жатырмыз. Қазір енді көріп жатсыздар, ауылдық жерлерге өте мән беріп жатыр. Қазір бұрынғыдай емес, жағдай жақсы, газдар тартылған, сулармен қамтамасыз етілген, барлығы да қолжетімді, мусорды уақытылы алады. Сондай барлығына ең бастысы төлеп тұрсаңыз болды. Оны қанша төлеп жатқанымызды келесі видеоларда айтамыз сіздерге. Ауылдың өміріне, Алматының шетінде тұру үшін қанша қаржы керек, үй салу үшін қанша қаржы керек, жер алу үшін, оның бәрін алдағы влогта тұр айта жатармын. Қазірге осы міне сіздерге бір көрсетіп қойайын. Міне жылқылар жүр, міне әртүрлі күнделікті, міне таулар, міне тауға қарап бір сондай энергия аласың. Біз енді біздің ата-бабамыз үлкен тауларда кезінде мекен еткен деп айтамыз. Мүмкін соған да жақындығы бар ма? Әйтеуір бір тауға шыққымыз келіп тұрады. Әрине тауға шығудың өзі бір бөлек, су жағасында жүру ол бір бөлек, теңіздің жағасында болу ол бір бөлек. Оны енді әр адам өзі түсіне жатар, соның әртүрлі. Әркімнің өзінің несі бар, ұнататын.
бізге осылай тауға қарап жүрген ұнайды. Сол үшін таудың жағасынан ең бастысы үй алам деп жатсаңыздар, соның барлығын әйтеуір үй салу мақсат бір жерде тұру емес, ең бастысы бір жақсы жерде, салауатты жерде, өздеріңізге қолайлы, ұнайтын жерде ең бастысы. Сол. Жанға жағымды, иә? Иә, жанға жағымды. Біз қай жерге дейін баратымыз, достар, қараңыздар, тау. Ана таудың етегіне дейін бармаймыз енді. Ана ағаштар, топ ағаштар тұр, сол жерге дейін барамыз. Мына таудан парапландар ұшады. Біздің кейде түсіріп қоямыз видеоға, содан көрсеңіздер болады. Үлкен шарлар ұшады, иә. Үлкен шарлар ұшады. Өте керемет. Адамдар осы жаққа келіп демалады. Жазда әрине күшті. Өте керемет. Сулар ағып жатады. Өзендер ағып жатады. Аяғында жап-жасыл болады бұл жер. Иә. Так, міне біздер қазір бір 2 километрдің үстінде жол жүрдік. Тау қарасаңыздар, бүгін күн шуақты, күн жылы, плюс ауа температурасы, қарлар еріп жатыр. Иә, қазір қыс айы, бірақ ауа тап-таза. Міне тау көрініп тұр. Күн былай қарасаңыздар, міне таудың жағасында. Сондай керемет. Неге ентігіп сөйлеп келе жатырмын да? Себебі кішкене енді жүргенде адамда біз ентігу болады ғой, тауға қарай биік болып келе жатыр, сол үшін. Солай. Сол бүгінге айтарым. Сол біз Алматыдан ауасынан қашып, осы шет жағына көшіп келдік. Таулардың жанына көшіп келдік. Өте ұнап жатыр бізге. Осы 2 жылдың ішінде кәдімгідей білініп жатыр бізге ауаның тазалығы. Содан бұрын бұл жерде ауыл аймақтық жер, сүт өнімдері, ет өнімдері өте қолайлы алуға, арзан бағада көп нәрсені сондай қолжетімділігі бар, плюстары бар. Ауылдағы немен айналысады? Қаланың балалары телефонмен айналысады, ауылдың балалары міне атқа мінеді. Қазір. Ай, қалайсыңдар? Міне, молодец. Жігіттер, еліміздің міне болашақ салауатты өмір салтын үйреніп міне атқа мініп алған. Өте керемет. Ай, бәрекелді. Осылай. Міне ауыл өмірі қызық. Қаланың өміріне қарағанда. Әркімнің енді өз несі бар. Ай, міне шауып жүр тайлар мініп. Мына машиналар жаңағыдай парашютпен анау таудың басынан ұшып, осында қонады. Мен оны шортысқа салып кетем, қалай қонып жатқан. Содан көрсеңіздер болады. Міне. Мына кісілер. Үлкен кісілер екен, соған қарамастан парашюттен секіріп міне. Салауатты өмір салтын ұстанып жүрген кісілер. Жастары кеп қалған біразға, бірақ сонда да кәдімгідей парашютпен ұшып, мына биік таудың басынан осы жерге түседі. Міне машиналары. Машинасына даже